Бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда да ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, күллі ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы жақсы тәрбиеленген ұрпақ. Ал отбасы адам баласының сол тәрбиені алатын алтын діңгек. Аса қажетті және аса қасиетті алтын бесігі. Олай болса, бастауыш сынып балаларын тәрбиелеп, олардың жүрегіне жол табу жолдарын бірге қарастыру мақсатында ата-аналармен бірлескен бала тәрбиесі бір өнер, бала жүрегіне жол табу тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Сабақ басында мен баламды қаншалықты танимын деген тақырыпта әр ата-анаға сұрақтар қойылады. Бұл сұрақтарға алдын ала балалардан өздерінің жауаптары алынған. Ата-ана мен баланың жауаптары сәйкес келу керек. Бұл сауалнамалар ата-аналар өздерінің балаларын қаншалықты жақсы білетіндігіне көздерін жеткізіп, ой салу мақсатында жүргізілген сұрақ-жауап ретінде пайдаланылады. Келесі кезекте ата-ананың бала тәрбиесіне көңіл бөлетіндігін білу, бала дамуына теріс ықпал ететін жолдардың алдын алу мақсатында іскерлік ойыны ұйымдастырылады. Ол топтық жұмыс түрінде жүргізіледі. Балаларға тек насихат айтудың көп жағдайда әсері болмайды. Оның қолынан келмейтін немесе істемейтіні мәлім болған нәрселерді айтпау керек. Осыны ұғындыру мақсатында ата-аналарға дананың кілттері әдісі арқылы ой қозғау ұсынылады. Ол 3 кілт арқылы түсіндіріледі. Шайнап берген ас болмас кілті, бала мен өтірік кілті, адалдық кілті. Келесі кезекте берілген сілтеме арқылы видеоролик көріп, кеңес беру мақсатында аздаған кеңес айдары жүргізіледі. Баланың бақытты болып өсуіне кішкентай кезінен махаббатқа бөлеп, сүйіспеншілікпен аялап өсіру керектігін ұғындыру мақсатында ана оқиғасынан үзінді тыңдатып тапсырма ұсынылады. Келесі кезекте көңілді сөздер ойына сергіту сәті ретінде жүргізіледі. Рухани байлыққа бастайтын жол барлық нәрсенің басы болып табылатын үлкен әріппен жазылған махаббаттан бастау алады. Бұл ойынды ата-аналар кезектесіп, бір-бірден шығып, тақтада шыққан бала тәрбиесіне қатысты сөздерді қимыл қозғалыс арқылы көрсетіп, қалған ата-аналар сол сөзді табатындығымен өте қызықты болады. Бастауыш сынып балаларының бойына ұлттық тәрбиені сіңіру әр ата-ана мен педагогтың міндеті. Осыған байланысты ата-анаға отбасын ұлттық құндылықтарды қалыптастыратын, оларды ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын ұлттық мәдениетті тәрбие арқылы тасымалдауға болатындығын түсіндіру мақсатында ұлттық тәрбие ұлт болашағы топтық жұмысы ұйымдастырылды. Ата-аналар суретке қарап, ұлттық тәрбие балаға не береді деген сұраққа постер құрастырып қорғайды. Сабағымның қорытынды бөлімінде жүрек жылуы жаттығуы ұсынылады. Ата-аналар кішкене жүрекшелерді алып, бір-біріне менің сен сияқты керемет анаға тілейтінім деген ойды ары қарай жалғастырып, бір-біріне деген жылы лебіздерін білдіреді. Бұл жаттығудың ата-анаға ары қарай өзінің қадамына нық болуға көп ықпалын тигізеді. Бала тәрбиесіне қай кезде болса да, қай елде, қай ұлтта болмасын үлкен мән берілген. Өйткені бала біздің болашағымыз. Бау-бақшаны баптап, күтіп, суарсаң ғана жемісіне кенелесің. Сол сияқты баланың теріс мінездерін үнемі қадағалап түзету қоршаған ортаның, яғни ата-ана мен мектептің міндеті. Тәрбие басы тал бесік, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деген қазақтың мағыналы сөздерінде үлкен мағына бар сияқты дей келе, адамның адамшылдығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деп ұлы Абайдың сөзі бізге
бүгінгі сабағымызда үлкен ой салды деген үміттемін.